Біз математика пәнінен 134 пен 5-тің көбейтіндісі, 670 пен 5-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу тақырыбын бекітіп, көлдер тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер Қазақстанның көлдері туралы мағлұмат аласыңдар. 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін қолданасыңдар. Ең алдымен Қазақстанның ірі көлдеріне тоқталайық. Каспий теңізі Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап, оны теңіз деп атайды. Балқаш Қазақстанның оңтүстік шығысындағы тұйық көл. Алматы, Жамбыл, Қарағанды облыстарының шегінде жатыр. Келесі Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Теңіз өткен ғасырда ауданы жағынан әлемде 4-ші орында болған, бірақ 1960 жылдардан бастап суы азайып кеткен екен. Алакөл Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл, ең ғажайып көлдердің бірі. Сонымен қатар бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа, теңдесі жоқ көлде шомылуды және баулық аулағанды ұнататындар келеді. Зайсан, оңтүстік Алтай және Сауыр, Тарбағатай жоталары арасындағы ойыста жатқан тұщы көл. Аумағы 1810 шаршы метр. Зайсанға Қара Ертіс, Көкпетті, Жарма өзендері құяды, ал Ертіс өзені ағып шығады. Теңіз Ақмола облысы Қорғалжын ауданында орналасқан көл. Солтүстік орталық Қазақстандағы ірі тұзды су қоймаларының бірі, аумағы 1590 шаршы метр. Ал енді тапсырмаларға назар аударайық. Оқулығымыздың 23-ші бетіндегі номер 2-ші есеп. Мұқият тыңдаймыз. Көлде демалушылардың 126-сы әйел адамдар, 115-і ер адамдар. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Көлде барлығы неше адам демалып жүр? Енді берілгеніне назар аударайық. Бізге белгілі әйел адамдар 126, ер адамдар 115, балалар белгісіз, бірақ ол ер адамдарға қарағанда 4 есе артық. Біз барлық демалушылар санын табу қажетпіз. Ол үшін ең алдымен бірінші амал балалардың санын анықтаймыз. Екіншісінде барлық демалушылардың санын анықтаймыз. Дескрипторға назар аударайық. Есептің берілуін жазады, есептің шешуін жазады, есептің жауабын табады. Келесі, оқулығымыздың 23-ші бетіндегі номері 3-ші есеп. Баған түрінде жаз және есепте, дұрыстығын тексер. Дескриптор өрнекті баған түрінде шығарады, дұрыстығын тексереді. Бөлуді көбейтумен, көбейтуді бөлу арқылы тексереміз.